Әбдікәр Мұңалбаев атындағы нөмірі 117 орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Ахметова Бақыт Аралбайқызы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қанның құрамы мен қызметі. Сабаққа негізделген оқу мақсаты қанның құрамы мен қызметін сипаттау. Бағалау критерийлеріне келетін болса, қанның құрамын талдау, плазма мен қан жасушаларының құрылысы мен қызметін айқындау, қан жасушаларын салыстыру ерекшеліктерін айқындау және плазма мен қанның қызметтерін жүйелеу. Қанның құрамы жалпы плазмадан және қан жасушаларынан тұрады. Қан жасушалар лейкоцит, эритроциттерден және қан пластинкалар тромбоциттерден тұрады. Қанның құрамын жалпы талдайтын болса, қанның құрамы қан жасушаларынан және қан плазмасынан құралады. Яғни қанның 55% қан плазмасы, 45% қан жасушаларынан тұрады. Қанның плазмасы қанның сарғыштау түсті сұйық бөлімі. Жалпы қан плазмасы биорганикалық және органикалық заттарға бөлінеді. Соның ішіндегі биорганикалық заттардың 90-92% суды құрайтын болса, 0,9% тұзды құрайды. Ал органикалық заттары 7-8% нәруызды, 0,12% глюкозаны, 0,8% және 0,7% майды құрайды. Бұлардан басқа қан плазмасында сүт қышқылы, ферменттер мен гормондар бар. Плазмадағы нәруыздар жалпы 3 топқа бөлінеді: альбуминдер, глобулиндер және фибриногендер. Ал қан жасушалары қанның 45%-ын құрайды. Олар 0,1% тромбоциттерден, 0,17% лейкоциттерден, 44,73% эритроциттерді құрайды. Ал енді оқушылар, назарларымызды видео жазбаға аударайық. Қан адам ағзасының ең маңызды бөлігі. Ол бізге таныс жүректің үнемі жұмыс жасаған арқасында қозғалысқа түседі. Сұйықтық қан тамырларымен барлық денені айналып шығады. Қан тамырларындағы қанның көп бөлігін сұйық плазма алып жатыр. Оның ішінде жасушалар жүзіп жүреді. Қан құрамында бәрінен қызыл түсті қан жасушалар, эритроциттер көп. Эритроциттердің құрамында гемоглобиннің көп мөлшері болады. Бұл молекула оттекті тасымалдайды. Одан әлдеқайда аз кездесетін ол ақ түсті қан жасушалары, лейкоциттер. Олар әртүрлі пішінде болады. Бұл жасушалар адам организмін қорғауда үлкен рөл атқарады. Қанда сондай-ақ тромбоциттер немесе қан пластинкалары бар. Олар қандағы ең кішкентай, түссіз, ядросыз формалы элементтер. Тромбоциттер қанның ұюына қатысатын аса маңызды жасуша. Осы қызметке біз кеңінен тоқталмақшымыз. Жаңа видео жазбадан көргендеріңізде қан жасушалары әртүрлі пішінде болады. Соның ішіндегі қанның ең ірі жасушалар эритроциттер. 1 миллилитр куб қандағы мөлшері 4,5 миллиондай. Олар қызыл түсті, екі жағынан иілген дискі пішінді, ядросы жоқ. 120 тәулік тіршілік етеді. Оларда күрделі нәруыз гемоглобин болады. Ол оттекпен көмір қышқыл газын тасымалдайды. Темірдің оттекпен қосылуы қанға қызыл түс береді. Сондықтан эритроциттер қызыл түсті, қанда қызыл түсті, ал гемоглобинді қан пигменті деп атайды. Қан құрамында гемоглобин мөлшері тұрақты болады. Егер адамда қанның құрамында гемоглобин, темір, эритроциттер мөлшері азаятын болса, анемия ауруына шалдығады. Келесі қанның жасушаларына лейкоциттер жатады. Бұл қанның ақ жасушалары. Бұл ядросы бар және қан ағысымен ғана емес, жалған аяқтарымен де қозғалатын, қан тамырларын арнасынан шыға алатын қан жасушалары. 1 миллиметр куб қан мөлшерінде 6-8 мың лейкоцит болады. Лейкоциттер ағзаны ауру тудыратын микробтардан қорғайды, иммунитетті жүзеге асырады. Келесі қанның пластинкасы бұл тромбоциттер. Тромбоциттер қанның ұю үдерісіне қатысатын ядросы жоқ ұсақ қан пластинкалары. 1 миллиметр куб қандағы мөлшері 180-400 мың, 8-11 тәулік тіршілік етеді де бауырда, көк бауырда немесе тромб түзілген кезде тіршілігін жояды.
тромб ерімейтін нәруыз фибриннің жабысып қалған жіпшелерінен түзіледі. Ол қан плазмасынан еритін нәруызы фибриногенге айналады. Бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында семантикалық картаны орындаймыз. Бұл жерде кесте берілген, яғни қан жасушаларының қасиеттері және эритроциттер, лейкоцит, тромбоциттер берілген. Осы қасиеттер қайсысына сәйкес келеді, сол жерге плюс белгілерін қою арқылы картаны толтырамыз. Семантикалық картаны толтырып болсақ, үйге тапсырма кесте толтыру. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.